Тригонометриялық теңдеулерді шешу мысалдары. Бірінші, косинус x тең 2-ден 1 қарапайым теңдеуін шешейік. Онда формула бойынша x тең плюс минус арк косинус 2-ден 1 плюс 2 пи-н. Бұндағы арк косинус 2-ден 1 дегеніміз ол пи бөлінген 3 болғандықтан x тең плюс минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи-н болып жазылады. Екінші, синус x тең түбірас 3 бөлінген 2 қарапайым теңдеуін шешейік. Формула бойынша x тең минус 1-дің k дәрежесі арк синус түбірас 3 бөлінген 2 плюс пи к. Арк синус түбірас 3 бөлінген 2 дегеніміз пи бөлінген 3-ке тең болғандықтан x тең минус 1-дің k дәрежесі көбейтілген пи бөлінген 3 қосылған пи к болып шығады жауабы. Келесі, тангенс x тең минус түбірас 3 қарапайым теңдеуін шешсек, онда формула бойынша x тең арк тангенс минус түбірас 3 плюс пи к. Бұндағы арк тангенстің аргументіндегі минус алдына шығатындықтан минус алдына шығатта арк тангенстің түбірасты 3-тегі мәні пи бөлінген 3-ке тең, сондықтан x тең минус пи бөлінген 3 плюс пи к болып шығады. Төртінші, синус минус x бөлінген 4 тең түбірас 2 бөлінген 2. Бұнда аргументіміз минус пи бөлінген 4 болғандықта минус пи бөлінген 4 тең. Формула бойынша минус 1-дің к дәрежесі арк синус түбірас 2 бөлінген 2, ол оның мәні пи бөлінген 4 қосылған пи к болады. Енді x-ті тапсақ, минус 4-кі теңдіктің оң жағын көбейтіп жүреміз. Сонда x тең минус 1-дің к плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 4 минус 4 пи к болады. Бұндағы минус 1-дің к плюс 1 дәрежесі қайдан келді? Минус 4-ке көбейткенде минус 4-тің алдындағы минус 1-мен көбейтіліп, минус 1-дің дәрежесі 1-ге көтеріледі. Сондықтан минус 1-дің к плюс 1 дәрежесі болып жазылды. Бесінші, косинус x бөлінген 4 көбейтілген косинус пи бөлінген 5 минус синус x бөлінген 4 көбейтілген синус пи бөлінген 5 тең минус түбірасты 2 бөлінген 2. Мұнау қосындының формуласы бойынша косинус x бөлінген 4 плюс пи бөлінген 5-ке тең болады. Теңдіктің сол жағы, оң жағы минус түбірасты 2 бөлінген 2-ке тең. Енді қарапайым теңдеуді шешу формуласы бойынша косинустың аргументі x бөлінген 4 плюс пи бөлінген 5 тең плюс минус қасиеті бойынша пи алынған пи бөлінген 4 плюс 2 пи-н. Енді жақшаның ішін орындасақ, бұл 3 пи бөлінген 4-ті береді. Және пи бөлінген 5-ті оң жағын ауыстырсақ, минус пи бөлінген 5 болып шығады. Енді осыдан x-ті тапсақ, теңдіктің оң жағын 4-ке көбейтіп жүреміз. Сонда қысқаратыны қысқарып, x тең плюс минус 3 пи минус 4 пи бөлінген 5 қосылған 8 пи-н болып жауабы шығады.